Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бронхиал астма, бронхит, тонзиллит туралы әңгіме айтамыз. Яғни олардың емделу жолдарын мен сіздерге айтып өтемін. Бронхиал астма дегеніміз бұл тыныс алу жолдарының созылмалы қабыну деп аталады. Бұл кезде бронхтар тарылып, адамға тыныс алу өте қиын болады. Бронхиал астмада бронхтар қабынады және тарылып, демалып жатырмыз ғой, демалған кезіміздің өзінде де бізге ауа жетпеген сияқты болып тұрады. Соның салдарынан ауа өкпеге қиындау толады. Негізі өкпе ауаға толуы қиын, әрі біз демалуымызда өте қиын болады. Бронхиал астманың белгілері негізі демігу болады, құрғақ жөтел болады, сулы жөтел болады. Демалғанда ырсылдау, сырыл естіледі. Кәдімгідей мына жақтан да, алды жақтан да, өкпеміздің арт жағынан да кәдімгідей естіп көрсек сырыл естіледі. Тыныс тарылып, жаңағы айтқанымдай ауа жетпей қалады. Бұның пайда болу себептері көбінесе аллергичный болады. Аллергиясы бар адамдар көбінесе бронхиал астмаға жолығады. Кейін көбінесе қатты жөтеліп, құрақ жөтел болады, сулы жөтел болады да, оған көбінесе біз назар аудармаймыз. Соның есебі бірінші очередте бронхит болады, кейін уже хронический бронхиал астмаға өтіп кетеді. Ал соның есебіне біздерде демалу қиын болады, ентігу. Егер осы менің көрермендерімнің ішінде осы бронхиал астма, осы ентігу, сырыл болатын болса, олар кәдімгідей өздері осы ауруды түсінеді. Бронхиал астма кезінде бізге не көмектеседі? Бізге бірінші очередте таза ауа керек болады. Таза ауа, жылы су, денені жылы ұстау керек болады. Тыныс жаттығулары, обязательно тыныс жаттығулары өте керемет көмектеседі. Бізге әсіресе бронхиал астмада ең көп көмектесетіні уколдар аламыз, гормондар алып жатамыз ғой. Негізі гормондарға қарағанда ең пайдалы бізге, мен көбінесе клиенттерім арасында осы асқабақ майын ішіп жазылғандар көп. Асқабақ майын қалай ішеміз? Осылай болады. Мысалға біреулер реклама қылып жатады ғой, асқабақ майы тек қана біздің неде, шетелде, бір неде инстаграмда көріп қалдым. Иранда, бұл Иранда істеп шығарылады дейді. Ол Иранда істеп шығарыла ма, Өзбекстанда істеп шығарыла ма, осы Қазақстанда істеп шығарыла ма? Бұның ешқандай да несі жоқ. Қай жерден болса да алып, бұның ішу жолдары бір басқаша. Қазір мен сіздерге түсіндіріп өтемін. Осы дәл осы асқабақ майын кәдімгі үлкен қасықпен, үлкен ас қасықпен құясыздар. Бұны кәдімгідей бір қыздырып алу керек. Иләжі болса, азанғы уақытқа, аш қарынға, кешке де аш қарынға қыздырыңыздар да, кәдімгі қыздырып ішіңіздер. Өте жақсы көмектеседі. Егер жоқ, мен бұндай не қыламаймын десеңіздер, бұны бар ғой, бірақ мен айтып өтейін. Бұны ішудің мезгілі азанда кешке аш қарынға, бірақ ыстықтай қылып ішесіздер. Бұндай мұздай қылып, или жылы болды, мұны іше беремін деген ондай болмайды. Кәдімгі асқабақтың майы бронхтарды ашады. Бұны кейін жаңағы айтқанымдай, шетелдікі, Өзбекстандікі, Қазақстандікі, Ирандікі, Германиянікі деген сөз жоқ. Асқабақ барлық жерде бір ғой. Бұл асқабақ дәнінің майы барлық жерде бір. Соны алып бемарал қолдансаңыздар болады. Егер жоқ, маған бұлар болмайды десеңіздер, сіздерге подорожник шөбі, кейін шалфей шөбі, кейін не бар, тағы не бар. Соның несіне, сол шалфей шөбі мен подорожник екеуін араластырып, бір қасықтан араластырып екеуін, сосын тыныштандыратын не бар ғой? Шөбі, аптекаларда сатылады. Сладковая корня шөбі. Сол төртеуін тыныштандыратын шөп дәрісі, сосын шалфей шөп дәрісі, подорожник, сладковая корня. Төртеуін аласыздар да, бір кәдімгі бір ыдысқа салып, араластырып, күнде азанда кешке ішуді әдет қылыңыздар.
Соны 5 күн ішсеңіздер, бронхиал астмадан түк те қалмайды. Ыстық қылып іше беріңіздер. Жоқ, мен мына асқабақтың несін, егер осы асқабақтың дәрісімен де араластырып ішсеңіздер болады. Бірінші очередте асқабақтың майын ішіп аласыздар, артынша тура сол сладковая корня, шалфей, тыныштандыратын несі шөбі, сосын подорожник шөбін алып, төртеуін бірге араластырып, азанда кешке сол асқабақ майын ішіп болғаннан кейін, оны да тура сондай 2 қасық саластар, кішкентай қасықпен 2 қасық бокалға, үлкен бокалға саластар да, тура соны ішіп, ішкендеріңізден кейін кәдімгі мына бронхтарыңыз босайды. Қақырық деген қабат болып түседі, шырыш болып. Соны жасап көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар.